Ойыңызша өз ойыңыз қалай? Бүгінгі концерт Жауқазын домбыра үйірмесінің 3 жылдық есеп беру концерті болды. Және бұл кәдімгі Қазақстанның халық әртісі Дәнеш Рақышев атындағы филармонияда өтті. Өте жақсы болды. Ата-аналар барлығымыз өте риза болдық. Балалардың осындай жеткен жетістігіне өте ризамыз. Жаңағы балалардың ойнаған сарыарқасы, балбырау күйлері, ерке сылқым. Мен өзім дәстүрлі әншімін, сондықтан музыканың не екенін білемін, өнердің не екенін түсінемін. Домбырамен ән айту, домбыра тарту деген ол керемет біздің өнер, қолынан келген адам оны істейді. Кейбір даже консерватория бітіргендер сарыарқамен балбырауды ойнай алмайды. Балаларымыз 5 жылда осындай үлкен жетістікке жетіп жатыр. Оның бәрі ұстазының арқасы. Сәбира апайларын өте жақсы көреміз, сыйлаймыз, еңбегін сыйлаймыз. Балалар да мысалы үйде Сәбира апай деп сөйлеңіз деп отырады мысалы бізге. Ол да балалардың өнерге деген, апайда деген құрметі. Сондықтан Сәбира апайымызға келешекте де творчестволық табыстар тілейміз. Балаларымыздың еңбегі жансын. Бұлақ көрсең көзін аш деген Сәбира апайларымыз осы талантты балалардың көзін ашып еңбек етіп жатыр. Еңбегіне ризамыз. Мыңда бір рахмет Сәбира апайға. Беру концертінен алған әсеріңіз қандай? Әсерлендік, себебі әсерлену керек едік. Қазақ руханиятының, қазақ мәдениетінің ұлы тарихындағы ең үлкен туынды бұл қазақтың қара домбырасы. Сол қазақтың қара домбырасын қолына ұстаған кішкентай ұл қыздарды, іні қарындастарымды көріп, олар өз өнерімен бөлісу, бұл үлкен процесс. Бұдан кез келген жаны, тәні болмаса қазақ бала қуану керек, әсерлену керек деп ойлаймын. Және осы жас домбырашыларға айтар қандай тілектеріңіз бар? Біріншіден, әпкем, ұстаз, құрметті Сәбира Есімжанқызын есеп беру шығармашылық концертін жоғарғы деңгейде өткізуімен құттықтағым келеді. Ол кісіге ұлағатты өнегелі ұстаздық ғұмыр және өміршең өнер тілеймін. Ал ол кісілердің ата-аналарында да алғыс білдіргім келеді, себебі бұл өмірде із қалдырудың жалғыз жолы ол өнер. Балаларын солай өнерге баулып, оның ішінде қазақ домбырасын қолына ұстату, бұл ата-аналардың тарапынан да жасалған үлкен таңдау деп ойлаймын. Және жас шәкірттер, оларға да үлкен алғыс білдіремін, бүгін өнерлерімен бөлісті. Жалпы домбыра деген бұл менің сол іні қарындастарымның ең үлкен досы. Ол үнемі қасыңнан табылатын, сенімен сырын бөлісе алатын, мұңын бөлісе алатын ең үлкен досың. Сондықтан бүгінгі жас шәкірттердің сондай үлкен ұлы достыққа ие болуымен құттықтағым келеді. Достықтары берік болсын. Рахмет. Жақсы, сізге де рахмет. Қайырлы кеш, бүгінгі есеп беру концерті сіз үшін қаншалықты жоғары деңгейде өтті? Мен Болат Әлижанның апасымын, әжесімін. Бүгінгі Сәбира апайдың концерті өте жақсы болды, өте жоғарғы деңгейде болды. Біз баламыздың жаңағы несін осы 3 жылдан бергі еңбегін Сәбира апайдың рахмет Сәбира апайға жеңісін көрдік. Балалар өте жоғары дәрежеде концерт қойды. Рахмет Сәбира апайға. Тек қана биіктен көрінсін. Балаларымыз осы жерге кішкентайлардан келіп еді, кішкентай кездерінен мені өнерлері өнге баса берсін. Барлығы өте жоғары. Рахмет көп Сәбира апайымызға. Еңбегінің жемісін көрсін. Бала-шағалардың қызығын көрсін. Тек қана биіктен көрсін. Осы балаларымыз өсіп, Сәбира апайдан өніп, өнерлері өркендеп, биіктей берсін. Тек қана жоғарыдан көрсін. Рахмет сізге. Қайырлы кеш, бүгінгі концерт сіз үшін қаншалықты жоғары деңгейде өтті? Бүгінгі концерт өте тамаша өтті. Мен Сәбира апайды өте мақтаныш тұтам. Бұдан кейінгі өнерінің биіктерден көрінуіне тілектеспін. Шәкірттерінің биіктерден көрініп, еңбегі жана берулерін тілектеспін. Сәбира апайдың бұдан кейін өте биіктерден, өмірінің ұзақ, болашағының биік, шәкірттерінің мықты болып тәрбиеленуіне
тілектеспін. Биік биіктерден көріне берсін. Сабира апайға мың да бір рахмет. Рахмет сізге.